Саламатсыздар ма балақайлар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отырып оқу қызметін бастайық. Ұйымдастырылған оқу қызметі жаратылыстану. Оқу қызметінің тақырыбы сенің өмір сүруіңе не қажет? Балақайлар, сабағымызды бастамас бұрын мына жұмбақты шешіп көрейік. Дәмі де жоқ, түсі де жоқ, пайдаланбас кісі жоқ. Ойланыңдар не екен? Дұрыс таптыңдар, бұл су. Су тіршілік көзі. Судың адам тіршілігі үшін маңызы зор. Өсімдіктер мен жануарлар да сусыз өмір сүре алмайды. Келесі екінші жұмбақ. Күндіз бар да түнде жоқ, онсыз өмір мүлде жоқ. Ойланыңдар, жұмбақтың жауабы не екен? Дұрыс таптыңдар, бұл күн. Күн жылу көзі. Күн адамға д дәруменін береді. Д дәрумені адам ағзасында маңызды рөл атқарады. Жазда шектен тыс күн көзіне қыздырынуға болмайды. Ауа түссіз, дәмсіз, иіссіз. Біз ауамен демаламыз. Ауа көзге көрінбейді. Ауа жануарлар мен өсімдіктер әлемі үшін де аса қажет. Адам өмір сүру үшін жарық қажет. Жарық табиғи жарық және жасанды жарық болып бөлінеді. Күн, ай, жұлдыздар, найзағай, жалтырауық қоңыздары табиғи жарық көздеріне жатады. Жасанды жарыққа балауыз шамдар мен электр шамдары жатады. Адамға тұру үшін үй қажет. Адам өмір сүру үшін жылу қажет. Адам жылуды жазда күн көзінен алады. Қалада қыста жылыту батареяларын пайдаланады. Ауылда адамдар пешке от жағады. Пешке от жағу арқылы адамдар тамақ жасайды, шайын қайнатады, нан пісіреді. Адам өмір сүру үшін тамақ қажет. Ас адамның арқауы деп бекер айтылмаған. Тамақ адамға күш-қуат береді. Әсіресе ұлттық тағамдарымызда дәрумендер өте көп. Бірінші тапсырма: өмір сүруге қажетті және зиянды заттарды ата. Себебін түсіндір. Адам тіршілігіне не қажет? Жануарлар тіршілігіне не қажет? Екеуінде қандай ұқсастық, қандай айырмашылық бар? Балақайлар, енді пайдалы тағамдармен танысыңдар. Көбіміз тұтынып жүрген азық-түліктердің қайсысы пайдалы, ал қайсысы зиянды екендігін біле бермейміз. Ал бүгінгі видеода әлемдегі ең пайдалы азық-түліктер туралы айтатын боламын. Пияз, сарымсақ. Пияз асқазан және өңеш қатерлі ісігіне қарсы қорғайды. Жүрек ауруы қаупін 20%-ға дейін азайтады. Фасоль. Фасоль салмақты реттеп, қан құрамындағы қантты қалыпқа келтіреді және жүрек ауруларынан қорғайды. Балық. Балық қартаюға қарсы ең жақсы азық. Арқан балығы, сардина, скрумбия балықтарының құрамындағы омега-3 миды және жүректі қорғайды. Сіңір тізімін реттеп, қан құрамындағы қантты қалыпқа келтіреді. Сүт. Сүт витамин, минерал және пайдалы бактерияларға өте бай. Қатерлі ісікке қарсы күресетін CLA қышқылын да қамтиды. Жаңғақтар. Жаңғақты аптасына 5 рет жеу ұстамалы жүрек ауруы және жүрек ауруларының қаупін 30-50%-ға дейін азайтады. Бір күнде 25 граммдық жаңғақты жеу жеткілікті. Ет. Жайлауда жайылған малдың еті, яғни өңдеуден өтпеген еттер омега-3 витаминіне бай болып табылады. Қалыпты мөлшерде қолданылғанда қатерлі ісіктен қорғайды. Ақуыз және B12 витаминінің қайнар көзі. Жұмыртқа. Жұмыртқа ең зиянсыз ас. Ақуызға бай, бірақ калориясы төмен. Миды қорғайды және көз саулығын күшейтеді. Брокколи. Брокколи барлық қатерлі ісіктердің қаупін азайтады. Минерал және витамин қоры өте жоғары. Денені токсиндерден тазалайды. Алма. Алма өкпенің қатерлі ісігі, астма және қант диабетіне қарсы пайдалы. Құрамында сүйекті қуаттандыратын К витамині бар. Анар. Анар антиоксиданттарға бай, қан қысымын реттейді, тамырларды қорғайды және ісіктердің үлкеюіне тосқауыл болады. Көк шай. Көк шай тыныс жолы, ұйқы безінің, асқазанның қатерлі ісікке шалдығу қауіптерін азайтады. Салмақ реттелуін оңайлатады. Қара жидек. Қара жидек қатерлі ісіктен қорғайды және есте сақтау қабілетін жақсартады. Екінші тапсырма: денсаулыққа пайдалы заттардың суреттерін белгіле. Компьютердің қандай пайдасы және қандай зияны бар? Әңгімеле. Балақайлар, аш қарынға қандай тағамдарды жеуге болмайды? Цитрустар. Бұл жемістер аш қарынға жесеңіз, олар аллергия және асқазан ауруларын тудырады. Сондықтан таңертеңгілік апельсин шырынын таңғы астан кейін ғана ішу керек. Банан. Бананда магний өте көп. Ол жүрек тамыр жүйесіне әсер етеді. Сондықтан да аш қарынға көп банан жесеңіз, кальций, магнийлік тепе-теңдік бұзылады.
салқын сусындар. Таңертеңгісін аш қарынға бір стакан су ішудің пайдасы мол екені жиі айтылады. Бірақ ол тоңазытқыштан жаңа шыққан мұздай суық суға болмауы тиіс. Себебі ол жаңа күн басында ас қорыту процесін тиісті түрде іске қосуға қауқарсыз. Суық судың орнына жылы бөлме температурасындағы су ішкеніңіз дұрыс. Таңертең су ішу процесі таңғы ас алдында асқазан ішек жолдарын қыздырады. Ал суық сусындар асқазан мен ішек шырышты қабығын тітіркендіреді. Сонымен қатар ас қорыту жолының созылмалы ауруларын да суық сусын ауруды асқындырады. Оған қоса суық сусын асқазан қан тамырларының тарылуына әкеліп соғады. Ал ол асқазандағы қан айналымы мен ас қорыту процесін нашарлатады. Тәттілердің зиянды екені өз алдында. Ашқанға жеудің зияны тіптен зор. Ол ағза оянғаннан кейін ұйқы безі бірден жеткілікті мөлшерде инсулин бөле алмауымен байланысты. Салдарынан қандағы қант мөлшері құрайып, көз аурулары пайда болып, сусамыр дамиды. Таңертеңгілік асқазанға түскен көп мөлшердегі қант ұйқы безін шектен тыс жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Ал тәттімен әуестену ұйқы безі қызметінде ақау туғызады. Кофе. Қаншалықты өкінішті болғанымен, аш қарынға кофе ішуге болмайды. Себебі кофе асқазанның шырышты қабатын тітіркендіреді де, қарын сөлі бөліне бастайды. Оның арты гастритке әкеліп соғады. Шұжық пен ветчина құрамына түрлі зиянды қоспалар кездеседі. Олардың кейбірі аса зиянды канцерогенді заттар. Мұндай заттар обыр жасушаларының пайда болуы мен дамуына ықпал етеді. Шұжық қосылған бутерброд әсіресе аш қарынға зиянды. Себебі аз қорғалған бос асқазан мұндай химиялық шабуылға төтеп беруге дайын емес. Балақайлар, барлық тапсырмаларды орындап болған соң өз жұмысыңа баға бер. Бүгін сендер адам өмір сүру үшін не қажет екенін білдіңдер. Пайдалы және зиянды тағамдармен таныстыңдар. Зиянды тағамдарды көп тұтынудан аулақ болыңдар. Оқу қызметі аяқталды, сау болыңдар.